Сіздермен бірге мен Айша. Мен бүгін сіздерге Докабоканы қалай скачать ететінін көрсететін боламын. Бұл оңай жолмен. Және де скачать етіп көріңіздер. Сіздерде де Android емес, любой телефонға жазылады. Ал қазір мен осы телефонымды ашамын, сол кезде сіздерге көрінетін болады. Сіздер осында босқа тұрмай лайк басып келіп кетуді ұмытпаңыздар. Ал мен видеоны бастаймын. Қазір мына шетке экранға шығатын болады. Достар, мінекей мен экранға шығардым. Достар, енді біз осы жерге жазамыз. Ой, модные тамагочи. Вот, достар, мен осы жаздым. Сол кезде осы жерде модные тамагочи ВК деген шығады. Соны сіздер басасыздар. Мінекей бірінші ссылкаға кіресіздер. Мен уже жазып алдым, сондықтан сіздерге ары қарай көрсететін боламын. Бұл тәсілді мен баяғыда қолданып көргенмін. Сол кезде менде жазылған болатын. Мінекей сіздер осы жерден Докабоканы іздейсіздер. Ол қиын емес. Міне, қазір шығады. Мінекей осының несі шығады. Сол кезде қазір іздеуді басасыздар. Достар, что-то менде шықпайды. Сондықтан осы жерден іздейміз. Осы жерге осылай шыққан кезде сіздер обсуждение деген жерді басасыздар. Достар, осы жерде, Докабок ана іздеп жоқ болды. Сондықтан іздеген кезде осылай осыны табасыздар да. И потом показать еще на басасыздар. И осы жердегі ең соңғы сілтемені басасыздар. Және де қазір бұл жердегі ең бірінші мені басасыздар. Ссылканы. Вот, достар, осылай кіріп келе жатады. Қазір. Қазір. Шығып келе жатыр. Осы жерде скачать приложениені баспайсыздар, себебі ол жерде сол осы приложениені жазатын сақтап қою мүмкін. Сондықтан мына шеттегі осы жердегі скачать ететін жерді басасыздар. Сосын скачать и да дегенді басасыздар. Продобрение. И мен уже жазып алғам, сондықтан мен жазбаймын. Ал достар, сіздер болсаңыздар лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.